Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін 2026 жылдың 22 маусымы дүйсенбі және әлемдік қаржы нарықтары жаңа аптаны күрт өскен геосаяси шиеленіс жағдайында бастап отыр. Демалыс күндері таяу шығыста болған оқиғалар инвесторлардың басты назарындағы тақырыпқа айналып, мұнайдан бастап алтын мен валюта нарығына дейінгі барлық негізгі активтерге әсер етуде. Өткен апта орталық банктердің шешімдерімен жалпы есте қалатын болса, бүгін нарық қатысушыларының назары толықтай геосаяси жағдайға ауысты. Инвесторлар бұл оқиғалардың әлемдік экономикаға, инфляцияға және энергетикалық нарықтарға ықтимал әсерін бағалауда. Дәл осы жағдайлардың барлығын біз сіздермен бірге талқылайтын боламыз. Бүгінгі күнге әсер ететін жағдайлар экрандарыңызда. Дәл осы күнтізбедегі белгіленген жағдайлар бүгінгі жалпы нарықтағы көрсеткіштерді анықтайтын болмақ. Енді біздің жалпы нарықтағы болып жатқан жағдайларды шолып өтетін болсақ, алдымен доллар индексінен бастайтын боламыз. DXY доллар индексі аптаны өсіммен бастап отыр. Белгісіздік күшейген кездерінде инвесторлар дәстүрлі түрде қорғаныс активтеріне көбірек көңіл бөледі. Ал доллар олардың ішіндегі ең маңыздысы болып қала беруде. Сонымен қатар өткен аптада Федералдық резервтік жүйесі пайыздық мөлшерлемелерді төмендетуге асықпайтынын тағы бір мәрте көрсеткен еді. Осының нәтижесінде доллар бірден екі фактордың қолдауында қалып отыр. Біріншіден ол әрине де қорғаныс активі ретінде, екіншіден жоғары пайыздық мөлшерлемелердің бар елдің валютасы ретінде. Сондықтан дәл қазір бұл жағдай сақталады және доллар өте бір күшті позицияларын сақтауға ықтималдылығы жоғары деген ой пікірді де айта кетуге болады. Еуро-доллар жұбын айта кететін болсақ, еуро нарығында жағдай күрделі күйде қалып отыр. Еуро-доллар жұбы доллардың күшеюіне байланысты қысым астында саудалануда. Қосымша теріс фактор ретінде мұнай бағасының өсуінің еуропалық экономикаға ықтимал әсері қарастырылуда. Еуроаймақ энергия ресурстарының ірі импорттаушылары болып табылады. Сондықтан мұнай бағасының қымбаттауы инфляциялық қысымды күшейтіп, экономикалық өсімді баяулатуы мүмкін. Инвесторлар Еуропалық орталық банк өкілдерінің соңғы мәлімдемелерінде бағалауды жалғастыруда. Олар ақша несие саясатын жұмсарту мәселесінде сақтық танытуды жөн көріп отыр. Бірақ әзірге енді қысқа мерзімді перспективаларды алатын болсақ, бұл жағдай көбінен долларға өте тығыз байланысты екен білеміз. Яғни еуроның жағдайы долларға өте қатты байланысты. Сондықтан бұл сәттерде енді доллардың әрмен қарай күшеюі өзінің кері әсерін еуроға тигізетіні сөзсіз анық. Британ фунты да жалпы ұқсас динамика көрсетуде. Англия банкінің салыстырмалы түрде қатаң ұстанымына қарамастан, фунт қазіргі жағдайда долларға жол беріп отыр. Нарық қатысушылары Англия банкінің мөлшерлемені өзгеріссіз қалдыру туралы шешімінің салдарын бағалап, Ұлыбританиядан келетін жаңа экономикалық деректерді күтуде. Сондықтан бұл жерде де жалпы есебімен айтқанда айтарлықтай бір оңай жағдай болып тұрған жоқ. Яғни британ валютасы үшін. Аптаның басты кейіпкері тағы да мұнай нарығы болып отыр. WTI маркалы мұнай демалыс күндері жарияланған жаңалықтардан кейін аптаны айтарлықтай өсіммен бастауда. Инвесторлар таяу шығыстан мұнай жеткізілімдерінің тұрақтылығына қатысты тәуекелдерді бағалауда. Әсіресе әлемдік мұнай экспортының елеулі бөлігі өтетін негізгі тасымалдау бағыттарының қауіпсіздігіне ерекше назар аударуда. Сарапшылардың пікірінше мұнай жеткізілімдері әзірге қалыпты жүріп жатқанымен, тәуекелдердің өзі нарыққа қосымша баға жалпы үстемесін енгізуге жеткілікті болып отыр. Мұнай бағасының өсуі инфляция туралы алаңдаушылықты қатты күшейтетіні бізге мәлім. Егер энергия тасымалдаушылардың құны әрі қарай өссе, әлемнің жетекші орталық банктеріне мөлшерлемелерді төмендету әлдеқайда қиын болады. Және көре отырайық қандай жағдай болатынын. Әзірге динамика біз түсініп отқандай жоғарыға қарап жатыр. Жалпы мұнай бағасын айта кететін болсақ, Жапон иенасы нарығында жағдай бір шама күрделі екенін айта кету қажет. Бір жағынан иенада қорғаныс активтерінің қатарына жатады, екінші жағынан болса ақш пен Жапония арасындағы пайыздық мөлшерлемелердің айырмашылығы әлде жоғары деңгейде қалып отыр. Сондықтан доллар жапониялық иена жұбы қауіпсіз активтерге сұраныс артуына қарамастан жоғары деңгейлерде саудалануда. Инвесторлар Жапония банкі өкілдерінің мәлімдемелерін
мәлімдемелерін мұқият бақылауды жалғастыруда, ал ақша несие саясатын одан әрі қатаңдату туралы кез келген белгі иенаға қолдау көрсетуі әбден мүмкін. Сондықтан бұл динамика қандай деңгейде сақталатынын бірге мұқият көретін боламыз, достар. Бірақ менің ойымша, бұл күшею әрмен қарай жалғасуы әбден мүмкін, яғни доллардың иенаға қарай күшеюі. Канадалық доллар мұнай бағасының өскенінен пайда көріп отырғанын айта кету қажет. Жалпы есебімен Канада мұнай экспорттаушы ірі мемлекеттердің бірі болғандықтан энергия тасымалдаушылардың бағасы өсуі ұлттық валюта үшін оң фактор болып саналады. Алайда америкалық доллардың күшеюі бұл жұптың төмендеу әлеуетін шектеп отырғанын айта кету қажет. Және дәл осы орайда көреміз әрмен қарай қандай жағдайлар орын алатынын, бірақ менің ойымша әзірге мынандай көтеріңкі жалпы динамика сақтала беруі әбден ықтимал. Алтын нарығында да сұраныс артты. Қымбат металл аптаны өсімнен бастап геосаяси тәуекелдің қорғану құралы ретінде инвесторлардың назарын қайтадан өзіне аударып жатыр. Сонымен бірге алтынның алдағы қозғалысы тек таяу шығыстағы жағдайға ғана емес, доллар мен доллардың динамикасына да байланысты болмақ. Күшті доллар дәстүрлі түрде алтын бағасының өсуін шектейтін фактор болып саналады. Сондықтан көреміз, әзірге Америка валютасы күшейіп келе жатыр. Сондықтан алтынның жалпы өсетін әлеуеті төмендеу екенін айта кету қажет. Қор нарықтарында көңіл күй сақтық сипатында қалып отыр. Америкалық индекстер бойынша фьючерстер жоғары құбылмалықты көрсетуде. Инвесторлар мұнай бағасының өсуі компаниялардың кірістілігіне және инфляциялық күтулерге қалай әсер ететінін бағалауда. Энергия тасымалдаушылары бағасының қымбаттауы көлік секторіне, әуе компанияларына және өндірістік кәсіпорындарға қысым көрсетуі мүмкін. Ал энергетикалық компаниялар керісінше мұнай бағасының өсуінен пайда көруде. Осы апта барысында нарық қатысушылары ақш, Еуропа және Ұлыбританияда жарияланатын іскерлік белсенділік индекстеріне де ерекше назар аударды. Бұл көрсеткіштер жоғары мөлшерлемелер мен геосаяси тәуекелдер жағдайына әлемдік экономиканың жалпы қаншалықты тұрақты екенін көрсетуі мүмкін. Осылайша жаңа апта екі негізгі факторының ықпалында басталып отыр. Біріншісі өткен аптадағы орталық банктің шешімдері, екіншісі таяу шығыстағы шиеленістің күшеюі. Ол қазірдің өзінде мұнайға, долларға, алтынға және жаһандық қаржы нарықтарына әсер етуде. Алдағы күндері дәл осы оқиғалардың дамуы инвесторлардың көңіл күйін және негізгі қаржы активтерінің бағаларын анықтайтын болмақ. Осымен бүгінгі кішігірім шолу өз мәресіне жетуде. Құрметті көрермен, біздің жалпы видеолар тамашалағаныңыз үшін үлкен рахмет. Егер Форекс нарығындағы жаңалықтарды жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде Амаркетстің Instagram және Telegram парақшаларына жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Онымен қатар YouTube арнамызға жазылып, хабарламаларды қосып алуды ұмытпаңыздар. Келесі брифинг барысында кездескенше сау болыңыздар.